Mana kelyapti, әлі kelyapti. Osni hozir bizning uchastkovoy Bekzat degan uchastkovoy bor. Ana kun aytdim. Bekzat meni tasib atır qo'y desam, o tasib atgan yo'q deydi. Bekzat degan uchastkovoy Dimitrovdan, uchastkovoyning boshlig'i. So'g'an aytdik. Tasib atır Bekzat anam to'xtatasınmı desek, endi men шеше алмаймын ғой, баста шешет дейді. Мен бастың бәрі жеп отқаннан кейін, Абайдың милициясының бастықтары бәрі жеп отқаннан кейін, бұл қалай бұны не қылмайды міне. Міне келіп жатыр. Оларға неге жаң жоқ? Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев, сізді президент қылып сайладық қой? Сайладық. Неғып осы халыққа мыналар әкімдер, депутаттар осыған қарамайды міне. Бізден тасты, шағалды, біздің жайылымыз жерден шағал топырақтың бәрін ұрлап жатыр. Ұрлап сатып жатыр, грубо айтқанда. Өзімізді мен Әлбарака деген өзімізге 20 мыңнан 25 мыңнан қып береміз деген еді. 20-25 мыңнан қып бермеді. 60 мыңнан сатып жатыр осы шағалды бар, 60 мыңнан. КамАЗыны 60 мың теңгеден. Оның біздің ауылдың Димитровтың адамдары барса, сендерге 50 мыңнан береміз деп айтады дейді. Сонда өзіміздің шыққан байлыққа өзімізге сатып жатыр болар. И то 60 мыңнан. Хотя ауылдарға 20 мың, 25 мыңнан қыса болады ғой. Бірақ біздің депутаттар, біздің әкімдер, біздің Абайдың министрлары бәрінде көз жұмып тұр. Потому что оларға беріп қойған. Бермесе, әшейінде біз есін алдын қастық, сразу милиция жүгіріп келеді. Бекзат деген участковой алдында несі бар, бәрі жүгіріп келеді. Не қыласыңдар деп жүгіріп келеді. Осылар ұстамай ма? Миллиардтап ақша істеп жатыр. Халыққа бір пайдасы тиіп жатқан жоқ бұлардың. Халыққа или өкіметке беріп жатқан жоқ сол ақшаның бәрін. Өзінің қалтасына ұрып жатыр. Мына әзір Димитровтан алып шығып жатқан жоқ бұл. Мына жағынан. Бірақ мына через не тасып жатыр. Через курорт тасып жатыр. Через курорт тасып жатыр. Оларға неге заң жоқ? Мына арқасынан келіп жатыр. Азаннан бері 10 фура кетті міне. Индеме фура деп шансиман кетіп жатыр міне. Оларға заң жоқ. Неге заң жоқ? Потому что біздің Димитров Абай әкімі, замы, милициясы бәріне көз жұмып жатыр. Міне специально видеосын әкеп бер деді неше рет біздің Абайдың милициясы. Жіберіп жатырында видеоға анам тоқтатыңдар десең, өзіңе доқ қылады. Оның законы анау еді, мынау деп. Бұл Құдайдан қорықпағанда не қылады? Ол жайылымыз жерімізді тасып жатыр мыналар, жайылымыз жерімізді. Бұл сонда бұларға заң жоқ па не? Құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев, халық осы көріп жатқан Қасым-Жомарт Тоқаев пен халық, өзіміздің Қазақстан халқы осыған не шара қолдасам болады? Міне 5 жыл, биыл 6 жыл. Барат сурет кетеді, бірақ заң жоқ. Барат сурет кетеді, заң жоқ. Өтірік блогерлер барады, олардың аузын жауып тастайды. Өтірік блогерлер барады. Шын блогер барса мақұл екен ғой. Өтірік блогерлер түсіреді, бір-екі күн түсіреді, олар ақша беріп аузын жауып тастайды. Бірақтан ақша беріп жауып тастап жатыр. Заң жоқ боларға. Соң заңны бізден тасымасын. Бізді жайылым жерді қайтып берсін. Бірақ нәрсе сұраймыз, жайылым жерді қайтып берсін міне. Біздің Абайдың милиция әкімдеріне бәрі сатқын депутат. Абайдікі именно Түркістан облысы бойынша Түркістан Абайдың милициясы бар ма, несі бар ма? Осылар неге ұстамайды? Потому что олар ап қойған. Амаса олар не қылмайды. Соларға құрметті Қасым-Жомарт Тоқаев, осыларға заң шығарып, біздің жайылым жерді қайтарып беріңіз сұраймыз.